Мемлекеттік рәміздер бұл біздің мемлекетіміздің, біздің егемендігіміздің берік негізінің бірі. Олар тәуелсіздіктің қасиетті біріктіруші образын білдіреді. Нұрсұлтан Назарбаев 2007 жыл 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заң қабылданды. Осы заңға сәйкес 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Мемлекеттік рәміздер кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығы бейнелейтін, оның ажырағысыз атрибуттарының бірі. Ту, елтаңба, әнұран Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері болып табылады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторы белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков, Шотаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының авторлары Нұрсұлтан Назарбаев, Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімеденов. Тәуелсіз Қазақстанның тарихында еліміздің мемлекеттік әнұраны 2 рет 1992 және 2006 жылдары бекітілді. Сонымен 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні құтты болсын. Орталық балалар кітапханасы сіздердің назарларыңызға рәміздер туралы кітаптарды ұсынады. Атап айтсақ, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің қалыптасу тарихы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері тәуелсіздік нышандары, Ербол Шаймерденов, елтаным, елтану әліппесі, туынды көтер және тағы басқа кітаптар. Ербол Шаймерденов, елтаным кітабы. Кітап Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері туралы жан-жақты ғылыми көркем пайымдау арқылы замандастарымыздың бойында мемлекеттік мұраттарға адалдық, елдік, аңсарларға сүйіспеншілік және отаншылдық сезімдерін оятуға бағытталған. Тілі шырайлы, ділі таза, діні мықты. Елдігімізге қатысты кең мағлұмат беретін терең интеллектуалдық еңбек деп бағалауға лайық туынды. Жүрек қайнарында суғарылған сезім сөзі ретінде ажарлы һәм әсерлі.